Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгін Алла қаласа Бәләд сүресін оқитын боламыз. Бәләд сүресін оқығанда ләм, ро, дәл, тә, то әріптеріне мұқият назар аударып оқимыз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лә сөзі созылады, өйткені келесі сөздің басында хәмза келіп тұр, бұл жерде мәд мунфасыл болады. Лә уқо, қоф әрпін тербетеміз. Уқо симу, лә уқо симу би хә дегенде хә әрпін созамыз, тамшы хә. Бихәзәл сақау ызыдан ләм әрпіне өтеміз. Бихәзәл бәләді. Бәләді. Мына дәл әрпі келіп тұр. Дәл әрпі тіліміздің ұшы алдыңғы күректісінің артындағы еттерге тию арқылы дыбысталады. Яғни жіңішке әріп және оны айтқанда біз тербетеміз. Қалқала сифаты бар. Қалқала. Бәләді. Д. Тіліміздің тек қана ұшы ғана көтеріледі. Арқалары көтерілмейді. Уә әнтә. Тә әрпін осы тә әрпінің шығатын махражына нун әрпін жасырамыз. Әнтә. Әнтә. Тә. Әнтә. Әнтә деп айтып атады. Жоқ, олай болмайды. Біз осы тіліміздің ұшына мына жерге қойып тұрып, осы жерден әнтә. Негізі бұл жерге тимейді тіл. Арада бір миллиметрдай, 2 миллиметрдай жер тұрып өтті, сол жерге барып, осы жерден нун әрпін шығарып, сосын тә әрпін осы жерге тигізіп шығарамыз. Әнтә. Хиллум. Мына жерде сукуну нун және тәнуин ережесіндегі иқлап ережесі, яғни тәнуиннен кейін бізде қандай әріп келіп тұр? Бә әрпісі келіп тұр. Хиллум. Бізге өз көрсетіліп тұр, мим етіп оқы деп. Хиллум. Ләм әрпі шәддамен келіп тұр. Хиллум би. Би. Тағыда хә әрпін тамшы хәні созамыз. Хәзәл. Ләм әрпіне өтеміз. Бәләді. Сонда уә әнтум хиллум би хәзәл бәләді. Уә екінші уә созылады. Бірінші созылмайды. Уә ләдиуә. Мына жерде тәнуин идғам әрпі келіп тұр, яғни кіргіземіз. Диуә. Мұрынға шәддалап, уә әрпін шәддалап оқимыз. Уә ләдиуә. Мә созылады. Уәләді. Ләқоды. Холақо нәл. Холақо нә. Нау мәт оқылмайды. Ләм әрпіне өтеміз. Холақо нәл. И. Нун әрпін енді син әрпінің махражына жасырамыз. Инсәні. Син әрпі де жіңішке әріп. Астыңғы күрек түстерге бейім шығады. Инсә. Екі әрекетке созамыз. Сәні. Фи созылады. Кәбәді.